Депутаттық сауал премьер-министр Олжас Бектеновке бағытталады. Құрметті Олжас Абайұлы, бүгінгі таңда балалардың әліппесі, әлеуметтік желі, емізігі TikTok, бесік жыры, Instagram десек артық болмас. Адамзат баласын тұрғызған осы құбылыстардың әсері, әсірелеп айтсақ, атом бомбасынан кем болмай тұр. Өткен жыл әріптесім Ерлан Саиров TikTok платформасының қоғамдағы кері әсері туралы тиісті орындарға дабыл қағып еді. Селт еткен жан жоқ. Сенатор әріптесіміз Нұртөре Жүсіп бұрын балаларды тәк-тәкпен тәрбиелейтін еді, қазір TikTokпен тәрбиелеп жатырмыз деп еді мәнбеден. Өлі тыныштық. Сөз жоқ, қазір ақпараттық ғасыр. Әлеуметтік желілер өміріміздің ажырамас бөлігін айналды. Пайдалы жағыда жоқ емес, алайда ұлттық тәрбие мен дәстүр салтымыздың уықтарын талқандап, ақыл тоқтатпаған, жақсы мен жаман дәлі толық ажыратып үлгермеген балалар мен жасөспірімдерді мен дуана жегендей меңіреу әлемге бастап бара жатқан жағдайдың алдын алмасақ опық жейміз. Бұл ретте балалар мен жасөспірімдер арасында TikTok кеңінен танылмал. Соңғы 2 жылда 14-те 1 миллион қазақстандық тіркеліпті. Бұл желінің негізгі тұтынушылары да сол бесіктен белі шықпаған балалар мен жастар. Онда пайдалы контенттен гөрі жастарға теріс әсер ететін зиянды ақпараттар өріп жүр. Құмар ойындарды жарнамалау, стримдерді арқылы әдепсіз әрекеттер көрсету, боғауыз сөздер, порнография, суицидке шақыру, діни уағыздардың оңды-солды таралуы, буллинг, тыйым салынған заттардың жарнамасы секілді теріс әрекеттерге шақыратын лас ақпараттар осы TikTok арқылы таралуда. Жасөспірімдердің TikToktан көргенін қайталап, жағымсыз қылық пен әдепсіз іске үйіріп болып бара жатқанда жасырын емес. Мәселен, мысық серуені деп аталатын челленджді мыңдаған жас қайталаса, оған қатысушылар подиум моделінде көшеде өтіп бара жатқан адамдардың алдында жүруі тиіс. Мән мағынасы жоқ челлендждің қаралымы 500 миллионнан асқан. 2 жастың біріне келмеген қыздарымызды бөксемен билеуге шақырып, арнайы үйрену үлгілерін ұсынып жатқан контенттер саңырауқұлақтай қаптады. Арасында қазіргі таңда ұрпақ тәрбиесімен тікелей әлеуметтік желілер айналысуда. Соның салдарынан ұлттық құндылықпен сусындамаған жас ұрпақ өсіп келеді. Осыны ескеріп, әлем елдері мұның одан әрі етек алуына жол бермеу мақсатында TikTokқа шектеу қою, немесе онда контентке бақылауды күшейтуді қолға алуда. Мәселен, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан елдер TikTok желісіне шынара немесе толық шектеу қойды. Ал Франция үкіметі жасөспірімдердің интернетке қол жетімділігін заңнамалық деңгейде реттеді. Австралия 16 жасқа дейінгі балаларға қолдануды заңмен шектеді. Осы жоғарыдағы атаған елдердің бір білгені бар шығар. Еуропалық одақ, Канада, Ұлыбритания, Жаңа Зеландияда балалар қауіпсіздігіне қатысты алаңдаушылыққа байланысты 2023 жылы шешім қабылдап үлгерген. Керек десеңіз, TikToktың атасы саналатын Қытайдың өзінде бұл платформа қолжетімді емес. Бізде жеделдетіп TikTokқа шек қою мәселесін қарастырғанымыз жөн. Өйткені TikTokты шамадан тыс қолданудың психологиялық, әлеуметтік және академиялық салдары баланың санасы мен денсаулығына кері әсері аз емес. Тіпті офтальмолог дәрігерлер телефонға телмірген балалардың арасында кейінгі 5 жылда көз аурулары күрт көбейгенін айтып келтірді. Сондықтан ұрпағымызды TikToктан келер азғындықтан арашылап қалу үшін осы мәселені тағы көтеруімізге тура келіп отыр. Сондықтан үкіметке келесі шараларды қолға алуды ұсынамын. TikToктағы әдепке, ұлттық құндылықтарға, дәстүріміз бен салтымызға қайшы келетін, балалардың санасын улайтын, теріс әдеттерге шақыратын барлық контентке шек қою. Екінші, елімізде TikTokты кәмелеттік жасқа толмаған балалардың пайдалануына қатаң шек қою, немесе мүлдем тыйым салу тетіктерін қарастыру керек деп есептейміз. Сауалға заңда көрсетілген мерзімге сай жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен Аманат фракциясының депутаттары Жанарбек Әшімжан, Елнұр Бейсенбаев, Аманжол Әлтай, Қазыбек Әлішев.